Амансыздар. Бүгін сіздердің назарларыңызға әр карго филиалдары өздеріне тіркелген адамдарды қалай көруге болатын парақ жасады. Соны айтып өтеміз. Бұл параққа кіру үшін профиль мәзіріне кіреміз. Ол жерде міне клиенттер деген тарау бар. Осыны басамыз. Арнайы парақ ашылады. Бұл жерде біз Қарағандының филиалын көріп отырмыз. Оларда мына жерде оң жағында көрсетілген 6178 тапсырушы бар екен. Төменгі жағында таблица көрсеткен. Бұл жерде әр тапсырушының аты жөні, содан кейін қанша посылка тапсырыс берді, соны көруге болады. Бұл жерде бірінші қатарда қазіргі беріп қойған тапсырыстардың саны, олар әлі жолда келе жатыр. Содан кейін қолға алып қойған сәлемдемелердің санын көрсетеді бұл жерде. Яғни 121 тапсырыс әлі Қытайда келе жатыр жолда, 140 сәлемдемені алып қойған, тіркелген күні көрсетілген. Одан кейін мынандай болады, мысалы 00 деген. Бұл тапсырыстар тіркеліп қойған клиенттердің тапсырыстарын көрсетеді. Яғни ол адамдар ешқандай тапсырыс әлі бермеген және алмаған. Бұндай адамдарға хабарласуға болады. Мына жерде әр адамның аты жөнін басса, телефоны шығады, WhatsApp-ына хабарласасыз. Мүмкін ондай адамдарға көмек қажет шығар. Тапсырыс берудің жолдарын түсінбей отырған шығар. Ондайға онлайн сабақ жүргізесіз, немесе карго филиалға шақырып түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.